Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз Елеке сазы деп аталатын Тарбағатайдың жайлауындамыз. Міне қараңыздаршы, қандай керемет табиғат мынау. Сіздерге былай көрсетейін. Мына таулардың барлығы айналасын, шекарасын бекітіп тұр қоршап. Осы сай Елеке сазы деп аталады. Кезінде Елеке деген өте атақты бай болған екен. Сол кісі осы жерге жылқыларын жинаған кезде осы сай толатын болған деген аңыздар бар, халық әңгімелері бар. Мына тауды көріп тұрсаңыздар, осы тауда емдік бұлақ бар. Қаншама ауырған кісілер, еміне шипа болмаған кісілер осында келіп дертінен айыққан екен. Мұнда отар қойлар, жылқы, сиыр барлығын әр жерде баздар, жайлаудың адамдары тұр. Барлығы осында жайлау жатады. Етектің барлығы таң қураймен бүлдірген, қой бүлдірген дейді. Мына таудың басында аю бар. Тауға мықты жүйрік аттармен. Мына менің қоян құлақ атым сияқты аттармен бару керек ол үшін. Айғырлармен. Әйтпесе қауіптірек. Енді ит құс бар, кешке ит құстар болады, бірақ біз мына киіз үйде барлығын қарап жарық жағып отырамыз. Осылай міне сіздерге осындай тамаша бір табиғатты көрсетейін деген